Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті көрермен. Бүгін біз Қызылорда қаласында орналасқан Батырхан Шүкенов атындағы саябаққа шолу және сол туралы ақпарат беріп өтпекпіз. Қызылорда қаласының орталығында орналасқан Батырхан Шүкенов атындағы саябақ қала тұрғындары мен қонақтары үшін маңызды мәдени орындардың бірі. Бұл саябақта Қазақстанның халық әртісі, белгілі әнші, композитор Батырхан Шүкеновтың есімімен аталатын ескерткіш орнатылған. Ескерткіштің ашылу салтанаты 2018 жылдың 18 мамырында өтті. Мүсіннің бейнесі әншінің "Отан ана" клипіндегі саксофон ұстаған сәтінен алынған. Ескерткіштің биіктігі 3,6 метр, ал мүсіннің биіктігі 2,2 метрді құрайды. Саябақтың аумағында көптеген ағаштар мен жасыл желектер отырғызылған. Ал арнайы орнатылған дыбыс күшейткіштерде Батырхан Шүкеновтың әндері шырқалады. Бұл қала тұрғындары мен қонақтарына мәдени демалыс ұсынады. Саябақтың орналасқан жері Қызылорда қаласында Қазантаев пен Әуезов көшелерінің қиылысында орналасқан. Батырхан Шүкенов атындағы саябақ өнер сүйер қауым үшін маңызды орын болып табылады. Әншінің туған күніне орай әр жыл сайын еске алу шаралары өткізіліп тұрады. Батырхан Шүкенов қазақтың танымал әншісі, саксофонисті, композиторы және Қазақстанның халық әртісі. Ол 1962 жылы 18 мамырда Қызылорда қаласында дүниеге келген. Әкесі Камал Шүкенов қаржы саласының маманы, ал анасы Диляра Шүкенова ұлты өзбек. Батырхан үйдің ортаншысы, оның екі ағасы мен қарындасы болған. Мектепте оқып жүргенде музыкаға қызығушылық танытып, кейіннен Ленинград мемлекеттік мәдениет институтында және Алматы мемлекеттік консерваториясында білім алған. 1980 жылдары Арай ансамбліндегі саксофонист болып өнер көрсетіп, кейіннен Астудия тобына қосылды. Бұл топтың құрамында ол кеңінен танымал болды. 2000 жылы топтан кетіп, этникалық музыкаға бет бұрып, жеке шығармашылығын бастады. 2002 жылы "Отан ана" атты алғашқы жеке альбомын шығарды. Содан кейін жылдары бірнеше альбомдар мен бейнемазмұндар шығарды. Оның ішінде Батыр Life DVD альбомы да бар. Батырхан Шүкенов 2015 жылы 28 сәуірде Мәскеуде жүрек талмасынан қайтыс болды. Қазақстанда оның өліміне байланысты көптеген еске алу шаралары өтіп жатады. Және арнайы осындай кереметтей саябақ Қызылорда қаласында өзінің туған мекенінде ашылды. Батырхан Шүкеновтың шығармашылығы қазақ эстрадасына үлкен үлес қосып, оның әндері әлі күнге дейін тыңдармандардың жүрегінде сақталып келеді. Біз бейне жазбаның соңында осы қазақ тілді арнамызды сіздерге ұнап жатса бағалап, пікір қалдырып, арнамызға тіркеліп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Жақсы, сау болыңыздар.